Нарғоз Зынаев атындағы орта мектебінің 8-ші В сынып білім алушысы Бұрынтай Асыла. Жетекшім Маржан Жұмаханқызы. Егеменді елімізде өсіп келе жатқан жастарға қоғам тазалығы мен экологиясын жақсарту біздің қолымызда деген ұран қалдырғым келеді. Және сол қалдықтарға екінші өмір сыйлайық демекпін. Себебі мамандардың деректеріне сүйенсек, қазір даламызда 22 миллиард тонна қоқыс қалдықтары жиналған. Оның 16 миллиарды техногендік материалды болатын болса, қалған 6 миллиарды адам денсаулығына зиян келтіретін химиялық қалдықтар. Статистикалық деректер бойынша елімізде жылына 20 миллиард тонна қоқыс қалдықтары жиналады. Бұл тек қана біздің елде ғана өзекті проблема емес, қарқынды дамыған және даму үстінде келе жатқан елдерде де өзекті проблеманың бірі. Мата қалдықтарынан жасалған көрнекілікке назар аударыңыздар. Шаңыраққа назар аударыңыздар. Шаңырақ фетр матасынан жасалған. Ал оның астындағы қазақи оюлар да фетр матасынан жасалған. Ал оны ұстап тұрған бізде тор маталары. Ал шашақтары бізде тоқыма жіптен жасалған. Шетінің барлығы мата қалдықтарынан, және де бұл жерде барлығына ою орналасып салынған. Көрнекілікті ұстап тұрған рамкаға назар аударыңыздар, яғни бұл бізде ағаш қалдықтарынан жасалған рамка. Сіздер мына макетке назар аударыңыздар. Оның шатыры трубочкамен жасалған. Ал фундаменті бізде қатты картоннан жасалған. Ал көпірі зубочистка, яғни тіс шұқыстармен жасалған, гүлдер фетр матасымен жасалған. Келесі макетке назар аударатын болсақ, яғни бұл макетіміз бізде бақша макеті деп аталады. Яғни бұның топырағы бізде пластиктен жасалып, оны біз қоңыр түске боядық. Ал бұл жерде бізде күннен энергия алатын құрылғыны пластик арқылы жасадық. Және де күннен энергия алу арқылы ол мына біздің бөшкемізге су толтырып, суды мына жерге жинайды. Ал бұл біз бөшкені бөтелкенің қалдығынан жасап шығардық. Яғни осы су арқылы біз өзіміздің бақшамызды суарамыз. Ал мына жердегі барлық жеміс-жидектердің барлығы пенопластан жасалып боялған. Яғни осы макеттерді жасау арқылы біз осы қалдықтарға екінші өмір сыйладық. Назарларыңызға рахмет.